Ақша. Кредит рассрочканы адам ақша жетпегендіктен алмайды. Адам сезімдерін сезіну қажеттіліктеріне байланысты алады. Яғни бұл жерде адамды сезімдері, эмоциялар басқарады. Әр адамда ол әртүрлі қажеттілік. Мысалы, банктың ақшасы ол өзгенің ақшасы. Өзінің қажеттілігін өзгенің ақшасымен қанағаттандыру бұл бала позициясындағы адам, есеймеген адам. Өзін ақша таба алмайтын, түкке тұрғысыз сезінетін адам, сенімсіздік. Айналасындағы адамдарға немесе өзіне талаптарды, міндеттерді жүктейтін адам. Талаптар мен міндеттері жасалмаған жағдайда адамды немесе өзін қарыз жасап кінәлау сезім сезінеді. Яғни өзгенің установкасымен өмір сүретін адам. Психологиялық терапияның көмегімен бұл сезімдердің қажеттіліктерін қанағаттандырып, ситуацияларды аяқтап, кредитсіз өмір сүруге болады. Терапияның нәтижесінде адам өзінің бірнеше миллиондар таба алатын және оның қолынан келетініне сенім пайда болады.